Кайырлы күн баршаңызға. Біз университетіміздегі жаңа кабинеттер таныстыруды жалғастырамыз. Ал бұл жерді заң мамандығында оқитын студенттерге өте таныс деп ойлаймын. Ал криминалистика кабинетінде студенттеріміз тәжірибеден өтеді десек болады, себебі бұнда атылатын және суық қару түрлерімен танысып, сараптама жасап үйренеді. Осы кабинетте оқиға болған жермен танысып, айғақтарды зерттейді. Медиация бабалар мұрасы немесе татуластыру механизмі десек те болады. Қазақстан Республикасы медиация туралы заңы 2011 жылы қабылданып, күшіне енген. Медиацияның бірнеше артықшылықтары бар. Айта кететін болсақ, дауды уақыт созбай қысқа аралықта шешуге болады. Екіншіден, сотқа жеткізбей реттейді. Gotta go.